Армысыздар, құрметті білім алушылар. Сіздермен бірге ойбай өйтіп айтып берген ғой. Бөлім ғой. Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен бірге ерітінділердің соңғы 4-ші бөлімін қарастыратын боламыз. Бүгін сабағымызда көлем және тығыздыққа байланысты әртүрлі жиі кездесетін есептерді талдайтын боламыз. Ал кеткенше бастайық. Жалпы бізде реакция теңдеуінсіз және реакция теңдеуімен кейбір ерітінді есептері бар екен. Оған кішігірім кіріспе. Енді ең бірінші біздің тапсырмамыз массалық үлесі 12,5% болатын ерітінді дейді. Енді бірінші біздің А нұсқасында 90 грамм ерітіндіде 20 грамм еріген зат бар дейді. Енді біз әрине массалық үлесін табу үшін осы заттың массасын жалпы массаға бөлетін едік. Жалпы масса бұл жақта 90 грамм болады. Неге десеңіздер, ерітінді деп тұр. Яғни еріген затпен еріткіштің қосындысы 90 болып тұр уже. Сондықтан 20-ны біз 90-ға бөліп 100%-ға көбейте саламыз. Кәне есептеп көрейік. 12-де 5 шығам екен. Жоқ, шықпайды екен. 22-де 2 деген пайыз шығып тұр. А жауабы болмайды енді бізде. Келесі Б нұсқасын көрейік. 10 грамм еріген зат 80 грамм ерітіндіде. Демек 80 грамм ол жалпы масса болып тұр. Сондықтан 10-ды 80-ге бөліп, мына 100%-ға көбейте салайық. Осылай жаза беріңіздер негізі. 10 көбейту 100 бөлінген 80 шығады екен бізде 12-де 5%. Міне, құрметті оқушылар, сондықтан Б жауабы дұрыс болады. Жалпы әрбір сөйлемді түсіну өте маңызды. Мысалға, кейбір есептерде мына жақта ерітінді емес, еріткіш деп қою мүмкін да сіздерге. Еріткіш деп. Онда мына мысалға Д затының үлесін тапқан кезде, біз 30 граммды аламыз. Бірақ жалпы масса берілмеген, яғни еріткішпен еріген затты біз қосып жіберіп 100-ге бөлеміз. Түсінікті ме осы момент? Ал ерітінді десе, ештеңені қосудың қажеті жоқ. Ол жалпы масса берілген. Міне, сонда мысалға бұл кезекте бізде 30% болатын еді. Келесі. 12,5 литр күкірт газын 0,75 литр суда еріткен. Ерітіндідегі еріген заттың массалық үлесін есептеңіз. Құрметті оқушылар, бұл жақта бізден сұрап жатқан дүние ол массалық үлес дейді. Массалық үлес десе, бізге әрине, құрметті оқушылар, әрине массалары қажет. Жақсы ма? Сондықтан күкірт сутектің де, судың да массаларын есептейміз. Енді күкірт сутек ол бізде газ, яғни H2S деп қойық. Және біз H2S-тің енді литрін емес, граммын есептеуіміз керек. Қараңыздар, 12,5 литр деп жазып қоям. Ал литрдің астында білесіздер, 22,4 деген қалыпты жағдайдағы көлем жазылатын еді. Бірақ литр емес, бізге H2S-тің массасы, яғни граммы қажет. Сондықтан төменгі жағына әрине малярлық массасын жазамыз, яғни 34. Кеттік, ал пропорция жасап жіберейік осы кезекте. 12,5 көбейтілген 34 бөлінген 22-де 4. Шығады бұл кезекте 18-де 97 дейді, 19 грамм деп ала берейік. 19 грамм H2S-тің массасын тауып алдық. Келесі, судың да массасын есептеу керек. Жақсы, кеттік, ал H2O. Судың жоғарғы жағына біз жазамыз 0,175 литр. Ал литр берілсе, астына не жазатын едік? Әрине 22-де 4. Құрметті оқушылар, мен сияқты бұлай есептемеңіздер. Неге бұл формуланы қолдануға болмайды? Себебі мына 22-де 4 деген дүние біз тек қана газдар үшін ғана қолданылатын еді. Газдар үшін ғана. Жарай ма? Ал бізде білесіздер, су ол газ емес. Сондықтан судың біз кәдімгідей бұл жақта көлемін анықтап алайық ең алдымен. Мына 0,175 литр дегеніміз, ол 1000-ға көбейтіп жіберсеңіздер, 175 миллилитр деген судың көлемі шығады. Ал судың тығыздығы 1-ге тең, сондықтан 175 миллилитрің 175 грамм болып қала береді. Жарай ма? Міне, осы нәрсені ұмытпаңыздар. Сонда қараңыздар бізде, құрметті оқушылар. H2S бар және су бар. Яғни осы екеуінен бізде әрине ерітінді пайда болады, былай айтқан кезде, Енді H2S-іміз бізде 19 грамм еді. Суымыз бізде 175 грамм еді. Онда әрине бұл екеуі қосып, бірі-бірінде еріп, жалпы 194 грамм ерітінді пайда болады екен. Осы кезектен енді H2S, яғни еріген заттың үлесін табатын болсақ, 19 граммды жалпы 194-ке бөліп, 100%-ға көбейтеміз. Жоқ шамамен 10 деген пайыз шығатын секілді, бұл жақта. 9-да 8 дейді, жарайды, 9,8% деп қарастырайық.
Міне құрметті оқушылар, осылай есепті шығарады екенбіз. Судың литрына алданып қалмаңыздар. Оны миллилитрға айналдырып, тура сол миллилитрді грамм деп ала беріңіздер. Себебі судың тығыздығы 1-ге тең еді. Келесі, көлемі 87 миллилитр тығыздығы мынадай 10% қышқыл ерітіндісіне 124 миллилитр 1,23% 30% ерітінді қосылды дейді. Пайда болған ерітінді қышқылдың массалық үлесі. Бәрекелді. Құрметті оқушылар, бұл бізде кәдімгі мына формуламен шығатын өте әдемі есептердің бірі. М1В1 плюс М2В2 тең М3В3 деген, тура осы формуланы қолдана салуға болады. Бұл жақта ешқандай реакция жоқ, себебі қышқылға қышқылды қосып жатыр. Бірдей қышқыл. Сондықтан осы формуланы қолдана береміз. Енді бізде бұл жағдайда масса қажет, құрметті оқушылар. Байқасақ, ешқайсысында бізде масса жоқ. Сондықтан біз масса бірінші ерітінді деп оны анықтап алайық. Ол үшін біз тығыздық пен көлемді бір-біріне көбейтеміз. Бірінші ерітіндіде тығыздығы 1,08 дейді. 1,08 грамм миллилитр. Және оны алып 87 миллилитрға көбейтеміз. 87 миллилитр, миллилитрлар бізде қысқарып кетеді. 87 көбейтілген 1,08 шығады бізде 93,96 дейді. Жарайды, осылай ала берейік енді. 93,96 грамм дейміз болған. 93,96 грамм және көбейтілген 10%. Жақсы, плюс келесі екінші ерітінді бізде 124 миллилитр тығыздығы қайтадан берілген. Масса жоқ. Сондықтан масса екінші ерітінді деп тура солай өзімізде тауып алайық. Қайтадан ро мен в-ны бір-біріне көбейтеміз. Тығыздық бізде 1,23, ал көлем бізде 124. 1,23 көбейтілген 124 шығады бізде 152-де 52 грамм дейді. Жақсы, плюс 152-де 52 грамм көбейтілген. Пайызы бізде 30% екен. Тең дейміз. Енді, үшінші ерітіндінің массасы жоқ. Онда масса 3-ті анықтап жүрейік. Ол үшін әрине масса 1 мен масса 2-ні бір-біріне қоса саламыз. Яғни мына жақтағы 93,96-ға қосамыз 152 граммды. 93,96 плюс 152-де 52. Сонда бізде жалпы үшінші ерітіндінің массасы 246-да 48 грамм шығады екен. Мына жаққа жазып қояйық, 246-да 48 көбейтілген омега 3 дей салайық. Болды. Осы теңдеуді дейін шығарамыз. Асықпай, тез шығарып көрейік. 939-да 6 плюс 152-де 52 көбейтілген 30 дейді. Шығады бізде 4575-те 6 тең 246-да 48 омега 3 или x дей салсаңыздар да болады негізі. Сол жақтағы сандарды біз бір-біріне қосамыз әрине. 5515-2 деген сан шығады екен. Тең осы санға. Онда x-ті табу үшін 5512-ні бөлеміз 246-да 48-ге. Мынаған бөліп жөнеміз, Сол кезекте 22-де 4 деген пайыз жауабы шығады екен. Міне осылай құрметті оқушылар шығарсаңыздар болады. Келесі ары қарай. Енді кішігірім бір реакция теңдеулерімен де бір қарастырып көрейік. Мысалға, 80 грамм 12-де 6%-дық азот қышқылын бейтараптағы жұмсалатын натрий гидроксид ерітіндісінің массасы. Енді бұл жақта құрметті оқушылар, бізде әр түрлі заттарда әрекеттесіп жатыр. Демек, арасында реакция жүруі мүмкін, Сондықтан, біз бұл жақта реакция теңдеуін жазып алайық. Ең алдымен, ол азот қышқылы дейді, және де натрий гидроксиді, натрий OH. Бұл әрине қышқыл мен негіздің арасында жүретін бейтараптану реакциясы еді. Яғни натрийдің нитраты және де су пайда болады. Енді қарайық. 80 грамм 12-де 6%-ық азот қышқылы дейді. Яғни 80 граммның барлығы емес, оның 12% азот қышқылы деген сөз. 80 көбейтілген 0,126 дей салайық. Сол кезекте бізде 10,8 грамм азот қышқылы болады екен. Жоғарғы жағына жазып қоямыз. Енді бізден сұрап жатқан дүние, ол натрий гидроксид ерітіндісінің массасы. Сондықтан натрий OH-тың үстіне x грамм деп жазайық. Граммның астына әрине малярлық массаларын жазамыз. Мынау 40, мынау бізде 63. Пропорция жасау арқылы x-іміздің массасын тауып аламыз. 10,08 көбейтілген 40 бөлінген 63. Шығады бізде 6,4 грамм. Енді біздің тапқан массамыз жаңағы 6,4 грамм дегеніміз. Ол натрий гидроксидінікі, құрметті оқушылар. Ал енді есептің шартына сәйкес 20% натрий гидроксиді дейді. Яғни біздің тапқан массамыз ол 6,4 грамм. Ол бар болғаны 20% ғана. Ал жалпы 100% қанша деп бұл жақта есептейміз. Не үшін 100%? Себебі біз жалпы бұның
ерітіндісінің массасы. Яғни ерітінді деген білесіздер, ол жалпы массасын сұрап жатыр екен. Бұл осы жерден тағы да бір пропорция істейміз. X-ті табу үшін 100-ді көбейтеміз 6-да 4-ке және бөлеміз 20-ға. Сол кезекте бізде 32 грамм деген ерітіндінің массасы шығады екен, құрметті оқушылар. Дұрыс жауап бізде Т нұсқасы. Келесі 5-ші тапсырмаға көшейік. 16 грамм күкірт жанғанда түзілген газды ерітуге жұмсалатын 40% тығыздығы 1,24 грамм миллилитр калий сілтісінің көлемі дейді. Ал кетті ендеше бастайық. Бұл жақта да енді екеуі әртүрлі заттар, сондықтан реакция теңдеуін жазуға тура келеді. Ең бірінші күкірт жанғанда дейді. Жақсы, жандырайық. Күкірт плюс оттегі шығады бізде SO2. Түзілген газды дейді міне. Жақсы, түзілген газды міне тауып алдық, ол SO2. Және жоғары жағына мына 16 грамм деп жазып қояйық. Астына MR32 кетеді және SO2-нің білмеймін, қазір көреміз не нәрсені табатын. Жақсы, енді осы түзілген газды ерітуге жұмсалатын 40%-ық калий сілтісінің көлемі дейді. Яғни мына SO2-ні біз апарып калийдің сілтісінде, яғни калий гидроксидінде ерітеді екенбіз. Сонда нәтижесінде білесіздер, толық еріген болса калийдің сульфиті және де су шығатын еді. Теңестіріп алайық. Енді бізден калий сілтісінің көлемін сұрап жатыр. Онда қараңыздар. Ең алдымен біз SO2-нің тауып алуымыз керек. SO2-ні тапқан соң оны мұнда қойып калий гидроксидін тауып аламыз. Я? Есептің шарты бойынша солай болып тұр енді. Енді бізге ең маңызды қажеті бұл жақтағы калий гидроксиді, сондықтан SO2-нің біз кез келген мәліметін, кез келген ақпаратын есептеп алсақ болады. Мысалға молін есептеп көрейік. Пропорция жасау арқылы X-іміз бізде тең болады 16 бөлінген 32, яғни 0,5 деген зат мөлшері, яғни моль шығады. Бұл моль, құрметті оқушылар, бізде әрине SO2-нікі. Сондықтан SO2-нің жоғарғы жағына мен жазамын 0,5 моль деймін. Ал енді қараңыздар. Калий гидроксидінің бізде көлемін сұрап жатыр. X литр дейміз. SO2-нің астына біз 1 деп жазамыз, себебі коэффициенті 1 тұр, біз молін есептеген болатынбыз. Ал калийдің көлемі сұраған. Сондықтан астына 44,8 деп жазсақ, өте үлкен қате болады. Неге? Себебі калий OH ол сұйық зат. Ол газ емес, құрметті оқушылар. Сондықтан мына 44,8 деген мүлдем қолданбаймыз. Ал енді басқа не істейміз онда? Мына нәрсе естеріңізде болсын. Егер сізден есеп, көлем сұрайды ғой, көлемі қанша деп ше? Және сол кезде тығыздық берілсе, мына есептің шартындағыдай, міне тығыздық бар болса сенде, онда сіздер нені табыңыздар? Массаны табыңыздар. Сол заттың массасын табыңыздар. Жарай ма? Яғни біз бұл жақта калий гидроксидінің граммын, яғни массасын есептеп аламыз. Астына MR112 дейміз. Кеттік, ал пропорция жасау арқылы 0,5-ті біз 112-ке көбейтіп, 1-ге бөліп жібереміз. Сонда бізде 56 грамм деген калий гидроксидінің массасы шығады екен. Ендігі кезек, құрметті оқушылар, массаны таптық, тығыздық бар. Енді ғана біз көлемді есептей аламыз. Қараңыздар, көлемнің негізгі формуласы бізде масса бөлінген ро омега. Міне, осы формулаға қоя саламыз. Жарай ма? Массасы бізде 56 грамм, жаңа ғана анықтадық. Бөлінген тығыздық бізде 1,24. Міне, калийдің тығыздығын аламыз, я? Және 40% дейді. Оны 100-ге бөліп жіберіңіздер, 0,4 деп ала саламыз. 56 бөлінген 1,24, тағы да бөлінген 0,4 дейміз. Сонда 112-де 9 деген жауап шығады. Бұл міне нағыз көлемі. Дұрыс жауабы міне осы болады, құрметті оқушылар. Тағы да бір есеп көрейік, 300 грамм 20% күкірт қышқылымен әрекеттесу үшін натрий гидроксид ерітіндісінің көлемі дейді. Жақсы. Ең алдымен реакция теңдеуін жазып алайық. Күкірт қышқылы қосылған натрийдің гидроксиді, натрий OH. Шығады бізде бұл жағдайда натрийдің сульфаты және де 2 молекула су. Енді реакция теңдеуін тез-тез теңестіріп жіберейік. Енді қараңыздар, құрметті оқушылар. 300 граммның 20%-ын әрине біз бұл кезекте тауып ала аламыз. 300-дің 20%-ын тауып аламыз. 300-ді 0,2-ге көбейтеміз. Шығады бізде 60 грамм, бұл не нәрсенікі? Бұл бізде күкірт қышқылынікі. 60 грамм деп жазып қоямыз. Реакция бізде теңескен, сондықтан төменгі жағына малярлық массасын жазамыз. Яғни 98 дейміз. Енді натрий гидроксидінің көлемі сұрап жатыр. Сондықтан астына 44,8 деп қайтадан жазбаңыздар. Неге? Егер көлемді сұраса, қанша деп, және тығыздық берілсе, онда біз ең алдымен оның массасын табамыз деген нәрсені ұмытпаңыздар, құрметті оқушылар. Үнемі келеді бұл нәрсе. Сондықтан біз x грамм деп қояйық та, ең алдымен массасын табайық. Жарай ма? Сондықтан астына малярлық массасы 80 деп жазып қоямыз. Кеттік, ал массаны есептейік. 60 көбейтілген 80 және бөлінген 98. 60 көбейту 80 бөлінген 98 шығады бізде 48-де 97 дейді. Яғни 49 грамм деп ала салайық, 49 грамм шығады екен. Құрметті оқушылар, бұл бізде масса. Міне массаны таптық.
Бірақ бізден көлем сұрап тұр ғой. Онда жаңағы формуланы қолданамыз. В тең масса бөлінген ро омега. Массаның орнына бізде әрине 49 деген граммымыз шығып тұр. Осы 49 грамм деп жазамыз. Тығыздық бізде есептің берілгенінде тұр. Міне 1,285. Және ол әрине натрий гидроксидінікі. Құрметті оқушылар, бұл нәрсенің барлығы. Сондықтан мына жаққа міне 1,285 дейміз. Ал пайызы бізде 25,8. Оны 100-ге бөліп тастаңыздар. Сонда бізде 0,258 деген сан шығады. Калькуляторды аламыз, есептейміз. Қараңыздар. 49 бөлінген 1,285 бөлінген 0,258. Сол кезекте 147-де 78 деген жауап шығып тұр менде. 147-де 7 деп алсақ миллилитр. Яғни ол бұл жақтағы Б жауабына сәйкес келеді. Құрметті оқушылар, міне есебіміз бізде осындай. Түсінікті деген ойдамын. Яғни көлем сұрайды. Бірақ ол затың сізде сұйық немесе қатты болса, газ болмаса, тығыздық берілсе, ең алдымен массаны есептеңіздер. Сосын масса арқылы мына формуланы қолданамыз. Жақсы ма? Келесі бір есебімізді көргенше, құрметті оқушылар, 65 мл тығыздығы 30% қышқыл ерітіндісін алу үшін жұмсалатын 85% ерітіндісінің көлемі дейді. Енді келесі есебімізді көргенше, құрметті оқушылар. 65 мл тығыздығы 1,098, 30% қышқыл ерітіндісін алу үшін жұмсалатын 85% ерітіндінің көлемі дейді. Енді бұл жақта бізде әрине ешқандай реакция жоқ, тек қана көлемді анықтау қажет. Енді қарайық, көлемді анықтау қажет, бірақ бізде не тұр екен? Тығыздық тұр екен. Онда, құрметті оқушылар, нені табамыз? Көлемді табу керек деген. Алайда тығыздық бар. Демек біз ең алдымен біздің ең бірінші табатын затымыз ол әрине масса, құрметті оқушылар. Демек, мына жақтағы міне бірінші сөйлемді қолдану арқылы біз массасыны анықтап алады екенбіз. Кеттік ал. Масса қышқыл деп қойсақ, енді бізге айтылмаған екен бұл қандай қышқыл екенін. Яғни бізде мынандай форма бар: ро ви омега. Барлық үшеуін көбейтіп жібереміз. Сол еріген заттың бізге массасын береді. Тығыздық бізде 1,098, көбейтілген көлем бізде 65 мл және 30% дейді. Яғни 0,3 деп алсақ оны. 1,098 көбейту 65 көбейту 0,3 шығады бізде 21,411 грамм деген массаны тауып алдық. Масса бар, тығыздық бар. Енді нені табамыз біз? Әрине көлемді табамыз. Қараңыздар, көлемнің формуласы масса бөлінген ро омега. Массаның орнына жаңағы біздің тапқан массамызды жазамыз, 21,411. Ал енді тығыздықтың орнына міне ол 1,85 грамм миллилитр деген қолданылады. Және пайыздың орнына 85% дейді. Яғни біз мұны 0,85 деп аламыз. Калькуляторға салатын болсаңыздар, 21,411 бөлінген 1,85 тағы да бөлінген 0,85 дейміз. Сонда бізде жауап 13,6 миллилитр деген жауап шығады екен. Міне, құрметті оқушылар, осы бізде соңғы әрі нақты жауабы. Келесі және соңғы есебімізді көрейік, құрметті оқушылар. Автокөліктердің аккумуляторында электролит ретінде күкірт қышқылын қолданады дейді. Күкірт қышқылының массалық үлесі 20%, тығыздығы 1,7 грамм миллилитр, көлемі 3 литр ерітіндісін даярлау үшін қажет массалық үлесі 98%, тығыздығы 1,84, күкірт қышқылының көлемі дейді. Енді құрметті оқушылар, қараңыздар. Есептің шарты енді кішкене бір күрделі болып көрінуі мүмкін.
Бірақ жаңағы алгоритмді білсеңіздер, өте оңай шығатын есеп. Иә, бізден көлем сұрап тұр екен, алайда қайтадан тығыздық бар. Онда ең бірінші қадамымыз ол әрине массаны табу. Масса ρ v омега деген формула арқылы табылады. Себебі мына жақта бізде міне массалық үлесте, тығыздықта, көлемде барлығы бар. Тығыздық бізде 1,7, көлем бізде 3 литр деген, құрметті оқушылар, оны миллилитрға айналдырып алғандарың дұрыс болады. Яғни 3000 деп аламыз. Көбейтілген пайыз бізде 20%, яғни 0,2-ге көбейтеміз. 1,07 көбейтілген 3000, көбейтілген 0,2. Шығады бізде 642 грамм. Жақсы, біз мына мәліметтердің барлығын қолдандық. Келесі, екінші қадам бізде әрине көлемді табу. Оны табу үшін массаны бөлеміз тығыздық пен пайыздың көбейтіндісіне. Массаны біз жаңа ғана сіздермен анықтаған болатынбыз, иә? 642 грамм шықты. Және төменгі бөлігіне әрине екінші сөйлемдегі тығыздық пен пайызды қолданамыз. Тығыздық бізде 1,84, ал пайыз бізде 0,98. Калькуляторға сала қояйық. Сол кезекте бізде 356 деген жауап шығады екен, 356 миллилитр болды. Нұсқасын міне белгілейміз. Жалпы осымен, құрметті оқушылар, біздің ерітінді тақырыбына арналған сабағымыз аяқталды. Сабақтар сіздерге пайдалы әрі түсінікті болды деген үміттемін. Құрметті оқушылар, егер сен кеше құласаң, бүгін тұр дейді. Жалпы кеше құласаң да, кеше де тұруға болатын еді. Бірақ ештен кеш жақсы, құрметті оқушылар. Құласаңыздар да тұрып, күштеріңізді жинап, алға қарай ұмтыла беріңіздер. Сіздермен бірге болған Дамир ағай, келесі сабақтарда кездескенше.